достар, кеш жарық қымбатты жайдарман ойындарының көрермендері. Қазақстан Кап жобасының кезекті ойынында баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Бүгін 1-16 финалдық сайыстары бар жанрда жаулаған жайдарман ашық. Қымбатты достар, Маусымашар 2026 фестивалінің қорытындысы бойынша Қазақстан Кап жобасына 50-ге жуық командаға мүмкіндік берілді. 1-32 финалдық сайыстардың қорытындысы бойынша сәтті өнер көрсетіп, үздік атанған топтар бүгін сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Жалпы бүгінгі 1-16 финалдық сайыстар 2 шығарылымға бөлінген. Алғашқы бөлімде 8 жұп өзара сайысқа түсетін болады. Командалармен сайысымыздың барысында танысасыздар. Әзірге осы командаларға төрелік ететін Қызылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Құрамында ардагер жайдарманшы, жайдарман сарапшысы, Семей жайдарман филиалының легендасы Сырым Уәлиев. Жуалы құрамасының сапындағы жоғары лига ойындардың 2024 жылғы чемпионы, танымал шоумен Нұрсұлтан Төребеков. Және жайдарман ойындардың негізін қалаушы менің әріптесім Есен Елеукен. Есен Елеукен. Бұл кезеңде командалар сахнаға шығып, тартысқа, бәсекеге толы ойын көрсетеді деп күтеміз. Себебі келесі кезеңге жолдама алу үшін командалар барын салмақ. Алғашқы болып сахнаға шығатын командалар жалпы осы Қазақстан Кап биылғы маусымының чемпионатында көбінесе қарағандылық және жергілікті елордалық, астаналық топтар өте сәтті өнер көрсетіп бастады. Дәл осы екі өңірдің тартысқа толы бірінші жұбын тамашалайық. Ендеше алғашқы болып өнер көрсететін Қарағанды қаласынан келіп отырған академик Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті. Сахнада Нектар командасы. Бүгінгі ойында барлық көрермен көңіл күйінен шығуымыз керек. Тіпті ана отырған тақырбас мужиктің де, ана отырған очкарик мужиктің де, мына онша емес қыздың да көңіл күйінен шығуымыз керек. Сонымен қатар бізге көрерменді ренжітпеу керек. Ренжіме, брат. Кешір аға. Ренжіме, айналайын қара. Тоқтаңдар шекеуге. Жайдарман ойнап тұр ғой жігіттер. Соңғы жаңалықты естіңдер ме? ақш-тың президенті Дональд Трамп 700 миллиардқа Гренландия аралын сатып алыпты. 700 миллиардқа арал сатып алған ба? Иә. Мен ол жағдайдың қалай болған білем ғой онда. Сонымен достар тамашалаймыз. Дональд Трамп америкалық сонда. Ойнасашын. Очередімді күтіп тұрған шығармын. 700 миллиард доллар! 700 миллиард доллар деген теңгемен санағанда қанша? Елдер 700 миллиард дейтін в принципе көп ақша ол. Ол аралды алмастан бұрын Трамп бірінші 3 рет ұсыныс тастапты алуға. Қарандаш 3 реті 3 кездесуден алу керек негізі. Ал Трамптың әкесіне де кезінде айтқан ғой, қойға алқпал деп. Алмаған ғой тупит етіп біздің батялар сияқты. Как былай қарапсан сорлап 700 миллиардқа сатып алып отқан жоқ қой. Күліп отыр, брат. Күліп отыр. Ендеше күліп отырыздар, сахнадан Нектар құрамасы. Кетіп қалады, сөйтіп қарап, шыдамай көздері орбитадан кетіп қалады. Сотақтар жыбыр тыңдамай, кіп-кірар, болса ұнамай. Елестетіп көрейік, Харекет қоры рекетир фильмін түсірсе. Белая камрюха твоя? Нет. Теперь твоя! Әрбір мәдениет үйінде осындай орыс техника ағайларымыз болады. Боже мой, что ты делаешь, а? Все, больше здесь это не понимать, а то все, аппаратуру мне пожгать. Марапаттау кезінде өзінің жеңісін мойындамайтын осындай қатысушылар болады. Ұзындыққа жүгіруден бірінші орынға ие болған Қуатұлы Нұртілеу марапатталады.
Көреміз, боқтасып тұрған жігіттер. Чотан боқтасып тастаймыз, а? Боқтасып тастайық. Давай, кеттік. Достар, өте креативті хирург. Ең ұзын соқыр жек номинациясымен Қуатұлы Нұртілеу марапатталады. Ауылдарымызда осындай жүрек жұтқан батыр ағаларымыз болады. Байқаға жылан жатыр, жылан. Ей, мә, дейсің бе? Жоғы шағады ғой. Маған қарау, вообще шақпайтын маған. Позора шықса да осылай білдіртпей кететін ағаларымыз болады. Футбол ойнап атсыңдар ма? Алдап көрші мен, алдап көрші. По идее мен де нанға кетіп баратқан едім ғой. Мектепте вальс билеп жатқан кезде әңгімелеріміз таусылып қалатын кездер болған шығар. Үшінші класста әже қайтты ғой. Содан осындай сөйлемейтін жық болып өстім мен. Бұйыртса болашақта баламыз болады ғой, соның атын Қайсар қояқшы па жоқ? Қайсар қояқшы. Сыйларың еселеп барлығы, кәсібилік нешелеп барлығы, соғадай қошемет барлығы, асқа бақ қонса. Рахмет. Құрметті Әділ Қазылар алқасы, дәл қазір біз сүйкімсіз команда болып тұрған шығармыз. Бірақ біле білсеңіздер, аққуда бала кезінде сүйкімсіз болады. Бірақ уақыт өте келе өскенде әдем болып кетеді. Келесі ойынға алсаңыздар, біз әп-әдем балалар болып келеміз. Сен әдемі болмайсың. Сіздермен бірге болған аққуда атпа досыңды Букетов атына Қарағанды ұлттық университеті. Рахмет. Күндіз нанғамай, айналайын көзіңнен ашып жұмғанай, бауырларым-ай, жегжаттарым-ай. Тамаша, жалпы алғашқы болып өнер көрсетті оңай емес, бірақ өте сәтті өнер көрсетті. Келесі жылы кемінде бір ұлттық лигада ойнауға лайықты топ деп есептейміз. Екінші жыл қатарынан жұмыс істеп келе жатқан Қазақстан Кап жобасының нәтижесі көзге көрініп тұр. Жалпы Қарағанды жайдарманы қазір өз праймында десек әбден орынды деп ойлаймыз. Тамаша басталды. Нектар командасы академик Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің проректоры Нұржан Жетпісбайға, сонымен қатар Мұстафа бренд ерлер киім дүкеніне өз алғыстарын білдіреді. Нектар командасының қарсыласы сахнада жергілікті елордалық топ Астана қаласы Амангелді Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты. Сахнада Евромикс командасы. Құрметті достар, жалпы біз күнделікті көптеген жаңалықтар көріп жатамыз. Сол жаңалықтарды кейбір адамдар дұрыс бермей жатады. Сондай жаңалықтар топтамасы. Елімізде мошенниктерге тыйым салыныпты. Негізі ол мошенники фильмі. Қазақстанда iPhone 17-ні сатып алу үшін адамдар 4 күн жұмыс жасайды екен. Негізінде ол бұлай болады. Армиядағы молодой CSGO турнирінен чемпион атаныпты. Негізі ол Данил Молодой есімді жігіт. Алло, Жан. Кеше мен үйде болдым полнеден. Тугесім өшіп қалған ғой просто. Жігіттер жаман қарамай қойыңдар маған. Жалпы мен ғана емес, әлемде барлық адамдар осылай ақталады. Жан, негізі екеумізге пауза алғанымыз дұрыс сияқты. Шавкат Рахмонов. Кеше жігіттермен түні бойы CSGO ойнадым. Дональд Трамп. Келе сала ұйықтап қалдым. Депутат. Өз-өзімді түсінбей жүрмін. Ким Чен Ын. Берген сыйлықтарын ақшасын қайтарып бер. Баян Сұлудың композиторы.
Рахмет. Жалпы қазіргі кезде адамдар мен жасанды интеллекттің қарым-қатынасы өте қатты дамып жатыр. Тіпті Жапонияда бір әйел ChatGPT-ға тұрмысқа шыққан болатын. Ендеше солай жалғаса берсе, болашақта отырыста. Айка, сен қай жігітпен жүріп жатсың? Телеграммен жүріп жатырмын ғой. Телеграм дейсің ба? Оның левый тірліктері көп қой, басқа жігіт тапсай одан да. Ой, қойшы, сен мені өмір өстіп көре алмайсың. Зато біз кинотеатрға шықпаған киноларды бірінші болып көріп аламыз. Сен өзің кіммен жүріп жатсың? Анау агентің не болды? Мен папиктерді қойдым ғой. Оның үстіне мен қазір жас жігіттерге қызып бастадым. Трец па? Байқашы соны, жаман өсекші дейді ғой. Көремін. Бану, сен кіммен жүріп жатсың? Мен YouTube'пен жүріп отырмын ғой. Бірақ анау жігіт маған вообще внимание бермейді. Я занимаюсь спортом для души и тела. В этом мне помогает OneFit абонемент. Айттым ғой, внимание бермейді маған деп. Мына өтіп бара жатқан кім? Бывшийім ғой мынау мен. Бұл қандай жігіт еді? Яндекс қой бұл. Пысық жігіт еді, бұрын таксовать ететін, қазір доставкада жүр, арасында музыка жазады, пысық енді. Мынау случайно Шымкентский емес па? Шымкентский ғой сол. Бәсе көрініп тұр. Қыздар, тұрайық. Ойбай, счетымыз 50 мың болып кетті. Уайымдама, мен қазіргі жігітім айтып қойын, төлеп тастайды. Жан төлейсің ғой, Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Евразия гуманитарлық институтының құрамасы Евромикс. Рахмет, Астана. Рахмет, алғашқы жұп тамаша басталды. Күлкілі командаға қарсы еңбекқор команданың жұбы тамаша. Евромикс командасы Амангелді Құсайынов атындағы Евразия гуманитарлық институтының ректоры Нұрбану Нығмановаға өз алғыстарын білдіреді. Ендеше Нектар және Евромикс топтары сахнаға. Рахмет. Көп рахмет. Жалпы деңгейлес командалар, екеуінің бағыты екі түрлі. Сәл ғана басымдықпен 1-16, яғни келесі айналымда 2-1 Нектар. 1-8 финалдық сайыстарға жолдама алған алғашқы команданы анықтадық. Ол Қарағанды қаласынан келген Нектар командасын шын жүректен құттықтаймыз және де Евромикс командасына да сәттілік тілейміз. Жалғастырамыз. Екінші жоп. 2000 жылдан астам тарихы бар Жамбыл облысы Тараз қаласынан келіп отырған тамаша жайдарман тобы Меркі ауданы сахнада Меркурий командасы. Әлемді мың зерттеп болып, бірақ әлі құпия мол жетеді. Дауыл терезе қақ болса да аспан сұр бол. Ерке қыз, ерекше сәттер көп, даусыңды естісем. Сенің мінезің бар, ұнайды не істесең де. Күндіз түні нұр болса да аспан сұр бол. Ерке қыз. Тоқташ, мен ғана айта берем ба? Сен ғой кеше караокеге кетіп қалған. Дайындық бизалында болады дедік қой саған. Дайындадыңдар ма енді? Әзіл. Мыналарың би ғой жігіттер? Командада әзілге жауап беретін сен ғой. Біз би шығардық. Енді бір е шығарсаңдар, бие шығарамыз дейсіңдер ғой жігіттер. Әзілге точно осы жауап беретін беді. Білмеймін мен айтар, ендеше кеттік дейінге жауап берем ғой. All girls go round the outside, round the outside, round the outside.
көреміз. Индийский кинолар, дәл осындай индийский кино көрген шығармыз. Мамыр лентада құттықтауды оқып жатқан түлектер. Жаңа таңғысын банан жебем ауыр кетті ойын. Так, не дейді? Сәт сапар жас түлек дейді. Лентадан 140 балл жинап, жалғасы қақты? Өлең қарасай. Қалаған оқуыңа түсіп кетті деп тұрген ғой. Жәндерім. Так, не дейді? Диас плюс Наргиз дейді. Неғып мен лентама жасып кеткен? Так, Ислам. Сенің костюмың Наргизде кетіп қалды. Кеше ішкенім сарағаш емес екен. Мен телефоным жоғалтып алдым. Сол үшін сен лентаңа жасып кеттім. Есің жесең хабарлас. Мен есім жоғалтып алады сияқтым дейді. Жас, тұр. Сен телефон жоғалтып алыпсың ғой? Әлеуметтік желілерде дәл осындай видеоларды көрген шығармыз. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. Brother Louis. Рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен Жайдарман үшін сахнада да тер төгетін Меркурий. Енді сквозняк киіп қалмаса болды. Рахмет, Астана деген сөзді мен айтам. Істегінде бейбіт, істегінде той, саған қойып қой. Тамаша, Меркурий командасы Меркі ауданы білім бөлімінің басшысы Зәуре Абдрасиловаға өз алғыстарын білдіреді. Меркурий командасының қарсыласы сахнада Қостанай облысынан келіп отырған Арқалық қаласы Есте Сақта командасы. Ұлдар да қысқа киеді ғой. Маши? Алдында куртка алған, соны қысқа киейін деп жатыр. Қайлыге Сені сұрады жаңа. Осы ойынға келем деп, атамнан ақша сұрап едім, бермей қойды. Қайта әжем берді, ұлдан көрмеген қызықты қыздан көрдім. Өткенде қызық болды. Ағам тефаль жөнінде тоққа түсіп қалды ғой. Қалай енді? Жақсы қазір. Отыр үйде. Жұмыс жоқ. Денсаулық деген печенье мен шай ішіп. Ал менің ағам жақында армиядан келді. Армия өзгерт еткен кәдімгідей. Бұрынғыдай емес, серьезный, көп сөйлемейді. Жалпы сөйлемейді десек те болады. Әйтеуір оғалмен бүйтіп бірдеңе түсіндіргендей болады. Ну что ты там стоишь? Давай сыграй с нами.
волейбол ойнайтындарды волейболист дейді, футбол ойнайтындарды футболист дейді. Сонда ат жарысқа қатысатындарды атеист дей ма? Аягөз, осы сен болашақта кім болғың келеді? Мен Қуыршақ театрының актрисасы болғым келеді. Жүр сол біреудің қуыршағы бол. Айтпақшы, мен жақында кітап жаздым ғой. Скоро жарық көреді. Пока что подвалда жатыр ма? Не күліп тұрсың? Қазақта бір сөз бар. Сүрінгенмен бүлінгенді сөз етпе. Сенде тұрсың, менде тұрмын, жастар сайын сахнасында деген ғой. Қыздар, осы ойыннан кейін окулистқа баратын шығарым. Сосын көреміз. Арлығаштың ұясындай тиесуге қолым бармайдың. Turn that music up! Just turn that music up! Тау басына шықтым да, самалға тостым басымды, асықпай отырып, мына әзілді тамашалаңыздар. Подругалардың үйіне қонаққа барғанда дәл осылай терлеп жүретін чершен қыздар болады. Қыздар шорти беретін да. Кезінде әкелеріміз үйге ішіп келгенде осындай жағдайлар болатын. Шүкір, қазір ішуді қойғаннан кейін ондай жағдайлар болмайтын болды. Сонымен тамашалаймыз түрмедегі мектеп. Отыра беріңдер. Есік алды шырмауық, келесі әзілді тыңдайық. Көтеріліп кеткен бала. Алло, балам, бірінші этаждасың ба? Жоқ, мама, көтеріліп кеттім. Мектеп тақырыбынан алыстамаймыз. Болашақта осындай сабақтар болуы мүмкін. 2050 жыл мектепте. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін бізде TikTok тарих сабағы, бүгін біз Қабибол Қанапия жайлы өтеміз. Апай нешінші бет? Бет жоқ оларда. Қабибол Қанапия 1990 жылы Санжы қаласына дүниеге келгенде елге мәлім. Қабибол жастайынан көптеген гонгаларға қатысқан. Қане, кім сабақ айтады? Апай, мен айтам. Ай, бәрекелді, тамаша. Қабибол Қанапия. Мен келдім, тербелдім. Жанына дем бердім. Ғайыпты көздерін, сүйе таки сөздерін. Қабибол келгенде комменттен үзбеген. Ай, бәрекелді, тамаша. Ай, бәрекелді, тамаша. Молодец, отырағы саған 5 роза. Қанем тұрып, барлығымыз серік тұсатын жасап жүрген. Сыллан қағып жүргеніңде есікімді, сылдыр қағып күлгеніңде есікімді, сымбатты сәлі билеп қалған әні, бай бәрі есікімді. Рахмет. Құрметті қазылар алқасы. Биыл біздің сүйікті қаламызға 70 жыл толып отыр. Сіздерді жазда өтетін қаламыздағы мерейтойға шақырамыз. Егер келе алмаймыз десеңіздер, бүгін сыйлықтарыңызды ұпай арқылы берсеңіздер де болады. Сіздермен бірге болған арқалықтық есте сақта. Рахмет, Астана. Арқалығым аңыз, тарихым торғай, аман келді жолым, келемін жалғай, жас қанатым жаным. Тамаша, рахмет. Есте сақта командасы жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының басшысы Ербол Қабыл денге өз алғыстарын білдіреді. Барша жайдарман ойындарының көрермендерінің атынан Арқалық қаласының 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Меркурий есте сақта сахнаға. Екінші жұп бойынша қазылар алқасының шешімі Есен ағамыздан. Негізі кішкене қиындық туғызып тұр. Меркурий былтырғы маусымда өте әдемі ойнаған еді. Биылғы маусымда ол деңгейге жете алмай жатыр. Кешіріңдер. 2-1 келесі айналымда Арқалық. Тамаша, Арқалықтың ару қыздарымен тамаша бауырымызды құттықтаймыз. Қаланың 70 жылдығына тамаша тосын сый жасап, Арқалыққа жағымды жаңалықпен қайтатын болды. Есте сақта командасын құттықтаймыз.
Үшінші жұп алғаш болып бастайтын бұл өңірден республикалық ұлттық лига ойындарының чемпиондары да шыққан, ал дәл осы топтың өнерін бірге тамашалайық. Ұлытау облысы, Сәтпаев қаласы, сахнада Техполюс. Құрметті қазақстандықтар, бүгін біздің Сәтпаев қаламызда бұрын соңды болмаған жағдай орын алды. Біздің Сәтпаевлық Техполюс құрамасы 1-16 ойындарына жолдама ұтып алды. Бұл біз үшін үлкен той, үлкен қуаныш. Біз өзіміздің жерлестерімізбен мақтанамыз. Залда телефоны бар адамдар болса, түсіріңдер. Екқабат әйелдер болса, туыңдар. Ал Қарағанды сендерді бывший аланы шапала құрып отырыңдар, кеттік. Қыздырнып алдық. Өзімізді күтпей қалдық өтіп кететімізді. Алло, Жан, сен бүгін 1-16 финал өткен жігіт жоқ дейсің? Мәлі финалға дейін біраз жатады екен. Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Сәтпаевтан келдік. Пофиг. Сен басын істемейм, ма? Не айтты, қазылар қалсын қара, Исын ағамыз отыр мына жерде. Ол кісіге қарасам, оларға да пофиг сияқты ғой. Жігіттер, Сәтпаевта басқа не жаңалық? Сәтпаевта басқа деме. Сәтпаев өзі кішкентай ақ. Қыстау шек болады. Біздің Сәтпаевта 7000 адамға арналған больница салып жатыр. Немене қаланың бәрі больницаға тығып жатыр ма? Жігіттер бір Астанаға келгенімізге бір 3-4 күн болып қалды ғой. Астана маған мүлдем ұнап жатқан. Неге? Кеше мусор төгуге бармайын ба? Мусорканың қасында малдың бастары толып жатыр ана жақта. Енді дұрыс емес пе, Астана бас қала ғой. Жігіттер, Есен аға мен әкем сияқты. Қалай сонда? Бізден бөлек тұрады. Ассалаумағалейкум жігіттер, Ұлытау облысы полиция департаменті Сәтпаев қаласы бойындағы Абай Құнанбаев көшесінің участогының аға лейтенанты Жайлаубаев Санжар. Қалай? Жақты болсын. Шүкір, Тоқташ аға, не істеп жүрсің? Формаң қайда үстіндегі? Мен қаяқтан білем сендердің өтіп кететіндерді. Мен формамда бір-ақ күнге арендап өтеттім. Сендер не осы сахнаға шыға сала ренжи бересің? Қалай ренжімейсің? Сен Сәтпаевтан кеп тұр, ешкім қолдамайды, не мынау? Қалай қолдамайды? Міне кеп отыр ғой, бала кезден бірге өскен. Міне отыр ғой, бала кезден бірге өскен орыс досым. Ванька, встань, тарап. Аға, қаяқтан келатсыз? Жігіттер, мен әкімге кірдім. Сосын? Сосын әкімнің кабинетіне кірдім. Не деп жатыр әкім енді? Әкім сендер тексерсін, қадағаласын деп жатыр. Не ойнайын деп жатырсыңдар? Көрсетіңдерші. Сценарийіміз көрсете берейік. Көрсете беріңдер, давай. Біздің Сәтпаев қаласының жолдары өте Ей, тоқташ. Жолдарға вообще тіл тигізбеңдерші. Басқа нәрсе ойнаңдар. Біздің Сәтпаев қаласының әкімі өте жас. Әкім туралы вообще айтпаңдар. Көп қой айтатын нәрсе. Ойнаңдар, давай. Біздің қала кішкентай, бәрі бір-бірін таниды. Сол үшін бізде бодимаста жоқ, не ал? Ойнай беріңдер. Әкім айтты ғой, жылдың соңына шейін осы шаруаны шешіп беремін деп. Құрметті достар, сонымен рахмет. Құрметті достар, сонымен тамашалаймыз. Өзіне сенімсіз әкім. Әкім қалаңыз әдемі күшті екен, ә? Прям ондай әдемі қала емес, негізі болды. Достар, менің атым Қожа фильмі қазіргі заманда түсірілсе. Мынау кімнің үйі екен? Харекеттің берген үйі. Жасай берсін харекет. Елестетейік, бауырсақ ертегісі бауырсақтың орнында шелпек болса. Шелпек, мен сені жеймін. Қабыл болсын деп жей бер. Достар, ішіп алған адамның келесі күні бір-ақ сылтауы болады екен. Кеше қуып кеттім, одай. Барбердің алғашқы неке түні. Жотам жан бастаймыз, а? Бастайық, давай бірінші басшы болайға кеттік. Рахмет. Көріп тұрғандарыңыздан ауызбіршілігім жоғары деңгейде байқаған шығарсыздар.
Ойынның алдында Есін ағамыз бізге айтқан болатын. Сатпаев жамандай бермеңдер, Сатпаев түсіре бермеңдер деп. Біз негізі өз қаламыз жақсы көреміз. Қаныш атамыздың өзі айтқан, өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған адам өзге елдің алтын мақтап жарытпас. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен өзінің кішкентай қаласын үлкен жүрекпен жақсы көретін Техполис Сатпаев. Іздеп жүр тапқаным, куәсі болсын бақытты шақтардың, арқалықтың ақтаңы. Техполис командасы Сәтпаев қаласының әкімі Мұрат Бөрбайұлына өз алғыстарын білдіреді. Қымбатты көрермендер, біздің Қазақстан кап чемпионатының 1-16 финалдық сайыстарының бір ерекшелігі биылғы жылғы маусымды әртүрлі республикалық лигаларда бастап, өкінішке орай сәтсіз өнер көрсеткен командаларға дәл осы Қазақстан кап чемпионатында маусымды жалғастыруға мүмкіндік берілді. Қазір сахнаға шығатын дәл осындай топ республикалық суперлига ойындарының қатысушылары. Сахнада Астана қаласы Құралбек Қожанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті Каз YouTube командасы. Көңілсіз тұрса көтеруге көңілді, Каз YouTube келіп қалды. Қалай, жағдайлар қалай, жүрмесіңдер шаршамай, ал біздер бәрі жақсы. Жайдарманда қуанып шаттанайық, шапалақ соғайық. Жаңа жылда жақсы тілек айтайық, бақытты болайық. Қуасыңдар ма сендер? Не ән айтып жатсыңдар сендер? Қайдағы жаңа жыл апрельдің соңы болып жатыр. Ей, братан, біз қатты дайындалдық, дайынбыз. Айтолов, хат келді. Қане, билеш, қуаныш. Қане, ана қара, ана қара. Хоп, ана қара. Әне, әне, ана қара. Әне, хоп, әне, әне, әне. Ана қара. Биле енді. О, биле, әне, биле. әне. Қуасыңдар ма сендер? Нысана көріп дайындалғансыңдар ма түні бойы? Алло, ей, 4 вагон кірпіш, 5 вагон керосин. Біз Қазақ технология және бизнес университетінен келдік. Мысалы, әне біздің студент отыр. Міне біздің студент отыр. Әне міне дегенше университетімізде таныстырып алдық, Әй, жігіттер күні кеше 2 гештальт жаптым. Қалай сонда? Менде 2 гештальт болды ғой. Біреуінің алдында біреумен жаптым, екіншісін продлить етіп алдым. Бегендік, сен осы әңгімелерден кейін бір түсіген Жайдарман біздікі емес. Жайдарман әрине біздікі емес. Есен ағамыздікі Жайдарман. Тамашалаймыз достар, шалғай ауылдағы моргте. Серік үйіне барып жатшы қосы. Жалғастырамыз достар, бала күнімізде барлығымыз дастархан басында дәл осылай армандаған шығармыз. Мұна летті қарашы я. Лет қайда? Атақты блогер Бейбіт Әлібеков менің атым Қожа фильміне түссе. Мынау кімнің үйі? Тұрсын Алагөздің үйі. Жасай берсін Тұрсын Алагөзов. Үйде ет бар ма? Мынадан. Беш бізге, ақшаны жаудыршы жамбыға беш. Кезінде көп қаңғып қойған қыздың үйлену тойында тілек айтып тұрған құрбылары. Ал, құтты болсын. Біз енді хатада таныстық еді, айта берейік. Элеонора деуші Гүлмира екен ғой, бүгін кеп біліп жатырмыз. Құтты болсын, өте пысық қыз. Қолынан келмейді. Айтпа. Әріптестер болып келеміз енді, арасында жұмыста бір кездесіп қалып жатамыз. Не сыйлаймыз деп ойладық енді. Мобилогы жалдайық дегеніміз, өзім видеом сливать етіп позор жатыр. Рахмет достар. Жалғастырамыз. Белгісіз бір нысанның ашылуында. Міне құрметті әріптестер, бұл 15 қабатты тұрғын үй кешені. Міне бір жылда осы үйді бітіру керекпіз. Міне мына үйдің асфальты, әне бордюрі тұр. Ана бордюрді қарашы. Жанында асфальт тұр. Осының бәрі жесең
Караоке випкаларда дәл осындай ажырасқан әйелдердің отырысын байқауға болады. Гуля, ты молодец. Үйім бар, квартирам бар, бизнесім бар. Аллаға шүкір сөйлешеді, балашаған несібесі. Это несібе все. Маған да ажырасып кету керек еді. Алло, Саликош. Тамақтар ішіндер ма? Холодильникте тұрғы. Мен апаң үйінде система салып жатырмын. Саламатсыздар мағыздар, не тапсырыс бересіздер? Шик. Қыздар бүгін ішпей ақ қойыңызшы, мен дәрі ішіп жүрмін. Қыртымаш бәрін дәрі ішіп Ішеміз. Қыздар, мен күйеуім келді, мен кеттім. Тархан. Қалайсыңдар қыздар? Привет. Ой, привет. Жанна, жүршіш мен жақ тұрасың. Гүлмира, сен де мен жетіп қалып. Мен, лан, пока. Қыздарына счет тақшасын жіберіңдер, е? Ыдыс жоқ қайтшымайын әжді. Ойын сонда, жігіттер ойындамаңдар, біз ары қарай өтеміз, себебі Әділқазылық қасында отырған Нұрсұлтан ағамыз біздің университетіміздің түлегі. Төлеуға не айтып отырсың, бұл кісі оқымаған бізде. Қойшы қазір. Алло, Серік, Гүлнарға беш, охранник. Охранник. Гүлнар, Айгүлге беш, отдел кадр. Отдел кадр. Айгүл, Нұрсұлтан Төребекова, диплом құтты болсын. Рахмет, Казитоп. Азығып саған түнде келіп, мен тұрмын қолымда бір шоқ гүлім. Рахмет, Казютуб командалары өз лигаларын енді тапқан сияқты. Хош келдіңіздер Қазақстан кап чемпионатына. Команда Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінің президенті Ернұр Құлажановқа өз алғыстарын білдіреді. Техполюс және Казютуб сахнаға. Көп рахмет. Үшінші жұпты тамашалап отырмыз. Кәдімгі барлық командалар бір-біріне сай, кәдімгі ойсырай ұтылып жатқан командалар жоқ. Бұл жұпта да сондай жағдай. 2-1 Казютуб. Тамаша, Казютуб командасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Техполюс командасына келесі маусымда сәттілік тілейміз. Жалғастырамыз. 4-ші жұп алғашқы болып бастайтын ортада Тараз қаласынан келіп отырған тамаша команда Дулати университеті. Сахнада Әуесқой командасы. Құрметті көрермендер, біз Тараз қаласы Дулати университеті өнер кафедрасында оқитын, яғни актерлармыз. Мен бас екем дұрыс айтып отыр, айтыңыздаршы. Мияқта адамыз екен, айтыңыздаршы, сіздер айтыңыздаршы. Біз өнер кафедрасы, тартыңызшы. Болды. Бас екем. Осылайша арман қуып Астанаға кеттім. Міне, пойызымда келді. Арман, менімен бірге жүрсенші. Ал мен ауылда қалатын шығармын. Ой! Ей, Жолдорбан, Мақсат. Хат? Арман, мен сенің сүйген қызың Лаураны қатты жақсы көріп қалдым. Мен онымен бірге Астанаға кетем. Мені кешір. Жоқ, иттің дос болғаны жақсы ғой. Бірақ досының ит болғаны жүрегіне батады екен. Өлмеш, қуас. Мені істеп атсың. Өлмеш. Миска, Муска, Мики, Нос. Өлмеш. Жоқ, Мики, бөгет болма. Мен секрет. Сендер немене бәле театрсыңдар? Немене бәле мынау? Не істен деп атсың сен өз? Өз-өзіме қол жұмсайын. Шілет жарты метрге шеқтарың ақталып қымат жар сен. Неменеге сен өз-өзіне қол жұмсайын деп атсың? Досым болса Алматыға кетті. Досың кулисаң артында тұр ғой сен. Тарқап жүре сал керек қой сендер. Жлёмана Симона Мадама Наглет.
Блёмана симэннэ тамэннэ глет, амэннэ бежі, міне фоктама кімэннэ кімэнкеш. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмайын, болмаса сол аман ба? Мигель, капюшон, жакузли и парашют. Мигель, капюшон, жалюзи, парашют. Мигель, Аужан, сен осымен жақсы көресің ба? қатты жақсы көрем. Әйеліңнен де қатты жақсы көресің ба? Әйелімнен де қатты жақсы көрем. Әйеліңнен күйеуінен қатты жақсы көресің ба? Әйелім күйеуінен де қатты жақсы көрем. Әйеліңнен күйеуінен әйелінен де қатты жақсы көресің ба? Әйелім күйеуінен әйелінен де қатты жақсы көрем. Әйеліңнен күйеуінен әйеліңнен күйеуінен де қатты жақсы көресің ба? Әйелімнің күйеуінің әйелінің күйеуінен де қатты жақсы көрем. Әйелімнен күйеуінен әйеліңнен күйеуінен әйеліңнен күйеуінен қатты жақсы көресің ба? Жоқ, ол қымбат маған. Мигель, Кешір мені, Ғалия. Мигель. Dona mona suitagit, jane bakpa, dona mona shishanele, jane bakpa, dona mona lumizine, jane bakpa, pa para pa pa para. Offermuta di panele, jane bakpa, offermuta in Paris, jane bakpa, offermuta in Effile, jane bakpa, pa para pa pa para. Сахнада актерлар. Құрметті көрермендер, балалық шағымызда бәріміз теледидарды осылай көрген шығармыз. Біз екеуміз баяғыдан достар едік, атышулы теке менен қошқар едік. Қошқар, сен осы қораның алдында не бар деп ойлайсың? Білмедім теке. Ал артында ше? Шөп бар. Іш пісті ғой. Онда 9 құмалақ ойнайық. Қазір күте тұр. Мәз сағат қанша болды өзі? 10-нан асып кетті ғой. Басқа не бар көретін? Мә, осы канал көрінбей кетті ғой, я. Қайтадан оралса екен осы канал. Бала жатсайшы, түнгі сағат 3 болды ғой, ерте сабаққа барасың. Иғысым қалықтаған, жүрғысым жарықтаған, сүйуден жалықпаған. Мен айғысым қалықтаған, жүрғысым жарықтаған, сүйуден жалықпаған. Құрметті көрермендер, сөз соңында. Бүгін біздің көрсеткен ойынды ғашықпын саған фильмі деп алатын болсақ, Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен қазақ киносын қолдырауын жетінші себебі әуесқой құрамасы. Рахмет, Астана! Сезім саған мені аппарат, саған деген бұл ендік махаббат, мәңгілікке сезімім сақта. Тамаша, биыл Жайдарманда кино маусымы, дәл осы биылғы маусымға сай өздерінің алатын орындары бар тамаша топты тамашалады. Әуесқой командасы Дулати университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Қарсыласы Ақтөбе қаласынан келіп отырған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті. Сахнада Визави командасы. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті. Визави құрамасы сахнада. Құрметті бір туғандар. Қырғызстанның командасың ба сен? Қарақалпақстаннан келдің ба болмаса? Бәріміз бір туғанбыз ғой, да қазақпыз ғой. Бүйтетіндерің бар, ойнамаңдаршы, амандас халқыңмен. Қайырлы кеш елорда. Жігіттер міне, қуанышты жаңалық. Жақында ғана Ақтөбеміздегі орталық стадионның құрылысы аяқталып, Луиш Нани Ақтөбеге енді келді міне. Я сол бекер келді негізше. Неге? Ертең оған кітте балдар боқтап үйретеді, арақ ішкізіп үйретеді, темекі шеккізіп үйретеді. Соңында футболист болмайды ол. Ақтөбенің ба, Шалқардың ба әкімі болып тына берді. Тағы да бір жігіттер, қазір мына жастар бұзылған. Шеттерінен ақкөңіл, шеттерінен мейірбан. Сен ақыл айт болмаса ұйқасыз бе, сен не істеп жібердің? Міне жастар бұзылған, сендерге айтайын. Ерегісіп қалса болды, бір-бірін пышақтап соға дайын тұрады уже. Сол неге екен ей сәке? Пистолет қымбат қой.
3 күн донер жемесінші бір пистолеттің ақша шығады. Тағы да күлші. Ендеше әуесқойға қарсы визави ғой. Кеттік! Yo, turn that music up! Сонымен Африкадағы қонақтық. В смысле, асырап алдық, папа? Атың үнгоға дегеннен қорқу емес сен. Сонымен көреміз Өзбекстандағы балгер. Жақсы бір объем келатыр саған егізше. Подключик келатыр еще. Сонда да бір 3 жұмыртқа сабалшы қалтаңа. Қартайған кезде қылық шығарып, балаларының мазасын алып қоятын дәл осындай аталарымыз болады. Әке, неғып шақырдыңыз бәріміз? Мына бала Америкадан келді сіз үшін. Так, балаларым, мен сендерді жинаған себебім, мына сендердің аталарың, менің әкем, Ұлы Отан соғысының ардагері Шөмішқали Көжекұлы туралы кітап жазбақшымын. Соған маған архивтен дерек алып беріңдер. Қазақ фильмдерде рейтинге түспейтін дубляж режиссерлар болады. Аян қайсын баудуд! Өңкейсілімтік құлдар. Тақы үйіртшім, яғатна мәселесін көбе. Неге оятпайсыңдар? Бала кезімізде телеарналардан дәл осындай кореялық бағдарламаларды көрген шығармыз. Құрметті достар, сіздермен бірге Қазақстан Корея арнасы, сіздермен бірге сұлу бол бағдарламасы. Алғаш болып біздің пациентімізбен танысып алайық. LED экранға назар аударыңыздар. Менің есімім Сихонжи. Мен Сеул қаласының тұрғынымын. Өзімнің артық салмағымнан қысыламын. Фастфуд пен тәтті сусындарға әуестігім тоқтар емес. Семіздіктен арылудың қаншама тәсілін қарасам да, нәтиже болар емес. Ол маған алғаш жазған кезде арықтаймын деп сөз берген болатын, бірақ кенет бәрі күрт өзгерді. Өйткені оның бургерге деген әуестілігі тоқтар емес. Күннен күнге семіріп беті томпайып та кетті. Мені эфирға шығады деп тағатсыз күтіп отырған анам мен әкеме сәлем жолдаймын. Рахмет көп. Ендеше пациентімізді ортаға алдырайық. Алдарыңызда Сихо Джон мырза. Енді таңғалмаңыздар, сарапшыларымызға сөз берейік. Алғаш жоп арықтату маманы, диетолог Бақа Джун мырза. Бақа Джун мырза, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз мына кісіге. Мүлдем сөзім жоқ десем де болады. Мен мынадай мес қарынды бірінші рет көріп тұрмын. Бауырым, ауыр да болса айтайын саған, сөздің шыны керек. Сен арықтай алмайсың. Біздің хирургтар қолдан келген барлығын жасаса да, сендей семізді арықтату мүмкін емес. Сен қайтып толып аласың деген ой пікір менде қалыптасуда. Бақа Джун мырза. Бақа Джун мырза. Бақа Джун мырза, өзіңізге де қарабасаңыз, сіз де сау сиырдың боғы емессіз ғой. Мен мынаған қарағанда арықтым. Жағаласпаңыз маған. Келесі болып сарапшылар өз ойларыңызды айтсаңыздар. Біз қосыламыз. Тойда отқан жоқсыздар ғой. Әкім өз ойын айтып. Болды. Сихо Джун мырза. Неге настроениеңіз жоқ? Сихо Джун мырзаның ең алғаш мен сізге семіз деген сөз алып берейін. Бақа Джун мырза, күлмеңіз. Сіз де сау сиырдың боғы емессіз, айтып отырмын ғой. Енді Сихоштың қалай арықтау жолын көрсетеміз. Алдымен мына төс асты майлары және Сихо Джун. Бақа Джун мырза, не болды сізге? Сихо Джун мырзаның бір айдан кейінгі түрі дәл осындай болатын болады. Қараңыздар. Міне. Ақтөбе жасыл қала жайнаған, көркіңе келбетіңе тоймағам, сағынып сұлу әсем қаланы, көрмесем бір сәт ойланам. Ақтөбе әсем қала арайлы. Сол жақ балкон кіржайып қойыпты ғой. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда университет Құдайберген Жұманов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті визави. Рахмет!
Тамаша, визави командасы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасоваға сонымен қатар Браун барбершоп шаштаразына алғыстарын білдіреді. Әуесқой және визави командалары сахнаға. Төртінші жұп жайлы қаздар алқасының шешімі. Шешім пауза. Өте тартысты жұп болды. Шешім қабылдау бірден болған жоқ. Қымбатты жайдарман көрермендері, биылғы жылғы жайдарман ойындарының бас серіктесі Freedom Ticketon кино, концерт, спорттық ойындардың билеттерін енді бір жерден сатып алуға болады. Бұрын соңды билет сатып алу дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticketon бұл жай ғана билет сататын сервис емес, бұл сіздерге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Жайдарман және Freedom Ticketon біргеміз. Жалғастырамыз. 5-ші жұп алғаш қол бастайтын биылғы жылғы маусымды Республикалық Суперлига ойындарында Алматы қаласында бастаған еді. Қазір біздің чемпионатымызға қосылып отыр. Қостанай қаласынан келіп отырған QA Қостанай арулары. Ұнаттым деуге, сендеймін жүрегімді жаттым деуге, көктегі көңіліңді құлаттым кейде. Ай-ай-ай жаным, ай-ай-ай жаным. Ойынымыздың басына абьюзер жігіттердің әнімен бастаймыз. Біз жайлы кімдер не демет, кім келет, кімдер кетпейді, біз жаман бәрі керемет. Керемет қыздарыңыз келіп қал. Сәлем Астана! Теперь давай танцуй. Смущает тебя, давай танцуй. Да не стой ты зря, давай танцуй. Бірден командамен таныстырып өтейік. Бұл Балым. Балым жақында Абай оқуларына қатысты. Балым, қандай өлең оқыдың? Ela dance, ela sobe, no vale prison, mina lina peregosa, rouba na coração, tá lá ninguém tirigoi, қанаға тратып ойлап қой. Бұл Таня. Таня орысша жұлдыз жорамалдарға қатты сенеді. Уважаемые овны, удачной вам пятницы. Желаю вам удачи и самое главное, живите дружно. Кстати, стрельцы, вы очень метко кидаете. На этой неделе вам встретится 3 ангелочка. Пожалуйста, пропустите их. Бұл жарылғасын. Военныйдың қызы. Отставить! Қыздар, бүгіннен бастап әкелерің де, шешелерің де, анау косметолог, нумеролог, коучтар мен. Кім-де-кім уставты бұзса, кринж. Каптеркаға барып, бас ұшса, абьюзер. Әкімшілікке жалып тасса, ред флаг. В общем айтқанда, мен сендердің патияларын секілдім. Типа, дед деген сияқты ғой. Қыздар, тіл мамандары екенімізді ұмытпайық. Бізге қазақ тілінің мәртебесін көтеру қажет. Дұрыс айтасың, Таня. Қазіргі жастар мақал-мәтелді мүлдем білмейді. Сондықтан мен оны былай жеткізем деп шештім. Судың да сұрау бар алмадым қасыңа, бара алмадым. Семіздікті қойғана көтерейік, кәне достар, махаббат үшін. 100 теңгең болғанша 100 досым, жаныма жақын досым. Бұл менің батыр досым, жаныма жақын досым. Досым бар менің Ақтауда. Мальчик молодой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Вообще неправильно танцуете, қыздар, вообще неправильно. Где у тебя вторая вот позиция? Где? Балым, вот танцуешь. Сигма.
бой. Вот, видишь? Біз жайдарманнан бөлек тойға шығып би билеп ақша табамыз. Ал бұл біздің хореограф Сәкен. Мына биді зорға билеп тұрсыңдар, қыздар. Ертең хай-хилс қалай билейсіңдер, ё-моё. Қыздар, ладно, проехали. Вот, ойыннан кейін бізді Альфард күтіп тұр сыртта. Сағат 8-де үйлену той, выход невестка. Потом интерактив будет, қыздар сағат 9-да. Таня, пожалуйста, саукеле ұмытпаңдаршы, өтініш сендерден. Мне честно работать с вами, мне сложно, қыздар. Как же я вас понимаю, Весен аға? Қыздар, бізге харизматичный, ритмичный, музыкальный болу керек. Ал мұғалімдерде шығармашылық қай кезде дамиды? Апталық, 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 апталық ашылсын. Йоу, тарих апталығы ашылды. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Тарих мұғалімдері осында. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Таза Қазақстан, таза болашақ. Осыдан кейін мұғалімдерде креатив жоқ деп айтпаңыздар. Аяқтаймын. Рахмет. Қанша жерден тырыссаң да, қанша жерден биікте көрінсең де, қанша жерден еңбектенсең де, по-любому бавар отады. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен IQ жоғары QA. Рахмет, Астана. Мен білсе күндайы бамазит, мағаш янаға тәйден рекламазит. Бұл жерде Көзімді тауып берші маған. Қостанай арулары солтүстік киім брендіне, сонымен қатар Қостанай жайдарман филиалының директоры Марғұлан Бәкір мырзаға өз алғыстарын білдіреді. Қостанайлық аруларға қарсы жергілікті елордалық астаналық арулар Астана халықаралық университеті сахнада шекер командасы. Қазақстан кап, 1-16, менен бір рэп болсын. Дарион грррр, оке, әртүрлі гүлдер букет, мен даусым, ілет. Ілмеді Нұржамал. Кім айтатын әнді? Дари Корн. Попкорн болды ғой мынау? Еменең атаң звандалатыр, қойсын дейді саған. Қыздар көресіңдер ғой, ертең мен зал жинайым. Кухня жина, детский жина, прихожкаты жинай сал. Қытайды бағындырам ғой мен. Не істейсің, барлық тауарын сатып аласың ба? Кетіңдерші ба, мен шыққансың. Дыппысың ба? Нұржа, мал, бөлме айтшы. Нан, аты да келмейді ойреп бер болуға. Нұржа, мал, маңызды ойын күндері бастан не киіп аласың осы? Шешші. Бакыр, апреска сирен. Апреска сирен. За душу самую, я тебе думаю. Бакыр емес, қақыр болды ғой мынау. Апрески сирен, бакыр, скоре, шақыр дейсің ғой. Қыздар, менің вайбымда апрески сирен алмағандар ғана түсінеді ғой. Судырығың ұстап атырма сенің? Апрески сирен емес, апрески травма болды ғой. Шешім қаны. Қыздар, 90 жылдары мама папаларымыз кезінде күнде отырыстан қызық болған ғой, қарасаңдаршы. Калькулятормен түсірген ба, немене әлі? Сен сапасына емес, папаның түріне қарасай, нәз болып отыр ғой. Осы жылдары папана 2 қой берем, жер ал деген, соны алмай шайқап жүрген кез ғой мынау. Қыздар кішкене дастарханға да қарасаңдаршы. Адамдарға қарағанда стакандар көп қой мына жерде. Қыздар, сендер мұнанда отырыс дейсіңдер ма? Міне, отырсын көкесі мынандай болады. Мұна кісілер кімге ренжіп тұр? Түрлеріне қарасам, фотограф жемей тұра тұрыңдар, бірінші фотоға түсіріп алайық деп айтқан сияқты ғой. Үйтіп адамдардың түріне қарап бөлмесің, Нұржамал? Қалай бөлмейсің? Мына тәтем түрі ежелгі майя тайпасы көсемі ұқсап отыр ғой. Просто бұл
Просто бұл кісі рабочий сторонасымен түспей қалған ғой. Мына кісі де ма? Бұның аяғында тұяғы бар сияқты ғой. Не, мұны дәстүрге түскен актриса емес па, я? Нұржамал, қуасың ба, мен мамамның жан подругасы ғой мынау. Мә, әдемі қыздардың қасында бір тронча емес подругасы болады деген рас екен ғой, ә? Мына жерде отқандарың бәрі подруга екен ғой онда. Ladies and gentlemen, WBC, WD, 19 years old, Snickers, KitKat, Adidas, Nike, Bounty. Короче, әсем шықшы. Симба мені шақырған. Сен не істеп жүрсің, кешігіп? Өздерің ғой жекпе-жек деп айттыңдар ғой. Жекпе-жек қарсылас командамен ғой? Қарсылас емес, менге Геннадий Головкинді опыр көрмеймін ғой. Головкиннің грушасы боласың ғой сен. Мен сендерге жеңу үшін 1-2 прием үйретейін, қараңдар. 1-2. Бірінші перчаткиді киіп үйренсейсің. Қараңдар, ол суть сода ғой. Міне 1-2, 1-2, 1-2. Мынау бокс па, фокус па? Сен боксқа 2-ақ күн қатысқан балдар ұстап не істеп тұрсың? Бокстасып көреміз ба, көке? Әкеш мен перчаткин, әкел. Ортаға қыздар. 1, 2, 3, кола, наггетсы, комбо. Қардың ашып тұрма сенің. Go! Фас, әсем, фас! Нұржамал, ит төбелесіп тұрватсың ба? Әсем, мен сені ұралам. Просто сен толған. Мен де сен ұратын едім, сен де анемиясың ғой. Қыздар ештеңе етпейді, мен де крижам ғой. Үшеуің бір больницадан қашып кеткенсіңдер ма? Жалғастырамыз. Шарсыңдар ма, желдерің шығып жатыр ғой. Саяжан, саған жеңіске жету үшін тактика айтайын. Әсемді бывшing деп ойла. Әсем, сен біттің ғой. Рональдосың ба сен? Әсем, саған қачасын көрсетіп тұр. 1. Басыма 2 қосам білмейді әсем. Ятай. Бүгінгі біздің жекпе-жекте жеңіске жеткен Саяжан. Қыздар шеттерінен қарап тұрмын, сендерге қарсылас керек емес сияқты ғой. Өз-өздеріңнен қырылып кеттіңдер ғой, жиналыңдаршы. Рахмет. Қыздар байқайсыңдар ма? Қазақстан кап біздің бывшиміз сияқты. Былтыр ойнап көрдік, болмады. Енді биыл тағы да ойнап көріп жатырмыз. Негізі қыздар бывшиймен екінші рет қосылғанда до конца барады ғой. Сахнада өнер көрсеткен Астаналық шекер қыздар құрамасы. Рахмет, Астана. Қыздар, бір жігітпен жүре бермей, кішкене үлкендеу жігіттермен жүріп көру керек сияқты. Сіздерге ұлттық лига дейтін, жоғары лига дейтін де жігіттер бар. Жалпы жақсы өнер көрсетті деп есептейміз, шекер командасы. Астана халықаралық университетінің ректоры Анар Базаровнаға өз алғыстарын білдіреді. Сонымен қос бірде арулары өнер көрсетті. Қай команда жолдама алатын бірге аңғарайық. Сахнаға Қостанай арулары және шекер командаларын шақырамыз. Екі топта шекерінде 2-3 жыл болды. Жайдарман сахнасында көрініп жүрген топ. Қостанайлық арулар биылғы маусым ашарда өте сәтті өнер көрсеткен. Бүгін қыздар екеуіңіз де өз межелеріңізге жетпедіңіздер. Дегенмен қазір алқасының шешімі келесі айналымда 2-1 шекер. Тамаша, Астана қаласының арулары шекер командасын 1-8 финалдық сайыстарына алған жолдамаларымен шындырықтен құттықтаймыз. Жалғастырамыз, қымбатты достар. 1-16 финалдық сайыстары алғашқы шығарылым 6-шы жұп алғаш қол бастайтын біздің чемпионатымызға республикалық ұлттық лига ойындарынан қосылған тамаша топ Түркістан облысы Кентау қаласынан келіп отырған Кентау құрамасы. Кентау! Жоқ.
Кентау! Жоқ, ей, удан басталатын айтасыздар. Удан бітіп тұр ғой. Украина, Уругвай деген сияқты. Сіздер ойнай алмайды екенсіздер. Мен өзім командамен ойнай берейін, ә? Балалар, ағылшын сабағына қош келдіңдер. Саламатсыз ба, апай? Мен Америкада оқығым келеді. Онда ақшқа барсаң неге деме? Неге деме? Олар тіліңді түсінбейді, сол үшін де уайды. Ей, Жайдарман, Қазақстан кап жігіттер. Кентаудан келдік, достар. Кентаудан бізді қолдап келіп отқан жандар бар. Кентаудың 99-дарына қарайтын бір жан брадан келіп отырмын. Қандай керемет, ә? Ау, ұшып кетпейсіңдер ма дейсіз ба? Біз итак ұшып келдік өзеға. Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Ей, жаңа басында мен өзім жалғыз шықтым ғой жігіттер. Встречке бір кісіні көрдім. Анау жаман әдемі бар ғой. Нұр шашып тұр ғой ана кісі. Мен әйел болсам ана кісінің семьясын бытшын шығаратын ем. Ей, өзіміздің жалғасағамыз екен ғой сөйтсе. О, жалғасаған видеосы тарап кетіп хит Рек болады. деп айтады ғой, оны тиктокқа рекке шыққан ғой. Ей, жалғасағамыз ойнамаңдар ол кісімен. Ей, ол кісі үйінің сүйіктісі, халықтың биіктісі. Ей, елінің асылы, еркектің жасылы. Динозавр ма, құрбақа ма ол? Ей, жануар қып тастаған іс. Green flag деп атым просто. Видеоға түсіріп тұрмын, Кентау 99-дар сыйла деш. Жайдарман ойлап тұр екен, абылмай. А чё, Жайдарман, бітпей ма не? Айтшы. Кентау 99-дар сыйла. Ей, молодец. Осы жерде сұрайын бір, мойындаңдаршы ба? Сүйшіне кеш бар. Жайдарман бітіріп алайықшы. 2000-дарға айтам қазір. Бір жібересі ша. Барып келесіз? Барып кеш. Айта бер. Мойындаңдаршы, барлықтарың андай контактілерінде бір әйел бар қоя сәл 40-тан асқан, әдемілі. Айына 1-2 рет звондап тұрады сол. Мама дейді ғой оны. Мама... Не алды ау? Мама болғанда сосын андай бір қыздар бар ғой, бір 2-3 жас өздерінен үлкен соски үйде. Әпше дейді оны, Мари. Әпше, я? Онда андай бір 50-ден асқан бір мужик болады ғой. Папа дейді ғой оны. Жоқ, біздің папа вақтыда сол мен нағашым дейді. Олай болса кенді аурамасы ке. Тоқта. Сен ән айтпайтын болсан не үшін апшықтың гитараны? Артқа қойсам ұрлайды ғой бұны. Кім ұрлайды оны? 32 команда жүр, біреу ақ кетсеші. Сен ән айтады деп ойлап қалды ғой. Айтайын ба? Айтты. Хабар. Біздің қарсыласымыз Денисовка командасының имамға қарап айтқан әні. Еске салып Құдайды тұратының ұнайды. Құрметті көрермендер, Астанадағы жастар сарайын білесіздер ма? Біз соны залындамыз. Біз әзіл ойнайын деп отырық, сендер не істейсіңдер? Білмеймін. Хабарлап бересіңдер сонда. Көреміз достар, ауылында мүлде абырой жоқ, әкім. Айгүл, админ берсеңдерші маған группадан. Сендер чё-то дұрыс ойнатқан жоқсыңдар. Мен берген әзілді ойнаш. Редактурада алып тастап еді ағау. А чё, сыртқа шықпайсыңдар ма не? Хабарлашты. Көреміз достар, хандықта болған оқиға. Хан ием, басымды алыңыз, болмаса аяғымды аласаңыз. Красавчик! Көреміз достар, Абай Құнанбайұлы дүкенде. Саламатсыз ба, маған дәптер бересіңізші. Қандай дәптер бересің? 45 беттік дәптер бересіңіз. Сосын бірдеме керек па? Сосын Мұхтар дейтін інім келеді, 4 дәптермен менің жолымды бересің. Болды, айтам. Көреміз достар, Қарекет қоры барлық мұқтаж жандарға үй табыстап, жұмыссыз қалса қалай болады екен? Құрметті бауырлар, құрметті қазақстандықтар, біз бүгін 1462 баспанамызды тартып аламыз. Кентауым бәріне гүл бағым, сылдырап шөгірер бұлағым, сен жайлы тербесем қиялдым, төгілер кеудемнен, төгілер кеудемнен шырағым. Рахмет. Құрметті достар, құрметті көрермендер, ойын соңында жай ғана Кентау туралы. Кентауым мәуелі гүл бағым, сылдырап жүгіреп бұлағың.
өзіңмен атқан әрбір таң, төгілер кеудемнен жырағың. Базар жоқ, памятин жақсы екен, ә? Жиналудағы өлең тексін жаттап апсың ғожы. Сіздермен бірге болған Кентау қаласы, Кентау құрамасы. Ойынымыздың соңын Маша Медведтегі Аюдың сөзімен аяқтаймыз. Рахмет, Елорда. Кентауым әуелі гүл бағым, жылдырап жүгірер болағым. Кентау құрамасы кентаулық ағаларына өз алғыстарын білдіреді. Осындай жайдарманшыларды қолдайтын ағаларымыз көп болса екен. Сонымен Кентау құрамасының қарсыласы сахнада Қостанай облысынан келіп отырған Денисов ауданы, сахнада Денисовка командасы. Нағыз қазақтың өлең беш атып тастайыншы, нәт саған. Эй, қожи! Я вовсе не пророк, я больше про рэп. Я о том, как зарабатывать себе на хлеб. У кого-то разум есть, у кого-то нет. Күндізде Иван, түнде Иван Денисовкадан келдік. Добрый вечер, астана! Кетпейсің егестен, қол жетпес белеспен, періште емеспен. Бірден Денисовкамен таныс болыңыздар. Біздің Денисовкада 2 орыс мектебі бар. Сосын жақында бір қазақ мектебі салынды. Мен үйленгенім енді ғана уже мектеп салды саған. Жақында көршіміз Анатолийдің поминкасына бардық. Бізде білеміз ғой, қай кезде бару керек екен. Біз барсақ уже ішіп отыр екен. Ақырындап кіріп кеттік. Бір кезде шамалдан кейін уже бәрі недогон болып бастады ғой. Бауырым, сен жас екенсің, магазинге барып келсей дейді ғой. Жарайды деп барам. Барсам магазинде очередь екен. Адам көп енді. Сосын, кто крайний деймін. Ешкім жауап бермейді. Кто крайний деймін. Ешкім жауап бермейді. Ақыр соңында крайний іздеп қырылып, пьяный базар болып кетті. Сосын Сырым екеуміз дәл үйге барып жалғастырдық қой. Жақта отырық. Нормально қызық болдық енді. Ұйқымыз кеп бітіп отқанбыз ғой. Бір кезде бір көзімді ашсам, Сырым жоқ. Сырым қайдасың десем, дома дейді, дома оқпаймын. Пацаны, я тоже хочу люди смешаться. Құрметті достар, бұл Әли. Әлидің орысшасы қазіргі теңгенің бағасы сияқты. Естественно. Пацаны, короче, я в Денисовку девушка познакомились. Я же на казахском говорю, она не понимает. Через переводить можно, дед, айттым, сестренка, переводить не могу. Каспий блокта, дедім. Әли бар ғой. Үнем осында приколға түсіп қала беретші. Өткенде Денисовкада қызына барып келе қояйын деп барды, жоғалып кетті. Сосын сөйтсек, қызы 2 сағат шықпай қойған ғой бейшараның. Бұл сылтау айтып, асылып өлем деп әрен дегенде шығарады. Сөйтіп үйге кеп бізге айтып жатыр ғой соны. Мәли, бір қызды әрен шығардым ба деп күлкіден өлейік ана ерде. Сол сияқты өткенде Арқалыққа театрмен жарысқа бардық қой. Сол кезде бәрі дайын тұр енді жарысқа енді міне шығамыз деп жатқан кезде Әли бейшара аяғын шығарып алып сорлы. Бәріміз коллегаларымыз Мәли, аяғыңды да шығардың, қызыңды да шығардың, шығармайтын жоқ деп күлкіден өлдік айса. Залда ақтөбеліктер бар ма? Мына біздің Денисовка Қостанай мен Ақтөбенің ортасында орналасқан. Біз кейде Ақтөбенің пагодасын қарап отырамыз. Біз Ақтөбелермен ораза кезінде қатты доспыз негізі. Біздің мешітке постоянно соғады. Ендеше мешіттерінде местныйларына қарағанда дальнобойщиктер көп жүретін Денисовка. Кез келген үйдің алдында осындай орыс әжелер әңгіме айтып отырады. Бірақ олардың не туралы айтып жатқанын ешкім білмейді. Юля, прикинь, я вчера на мошенникам 4 миллиона отправила. 4 миллиона? Да. Да ты даешь. Я вечера 6 миллионов отправила. 6 миллионов? Да. Смотри. Внимательно смотри, до конца смотри, до конца. Пусть он думает, что мы его обсуждаем. Юля, завтра на 6 утра какие планы у тебя? Никаких. Давай на автобусе покатаемся. Дұрыс болды. Кино, кафе, паркпен бақтағы қыз. Бөлек-бөлек күн кешіп жатқанымыз. Ғашықтардай әйгілі. Құрметті достар, бүгінгі ойында бізді қолдауға біздің демеушіміз әрі жанашырымыз Денис аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы өзі келіп отыр. Қошеметтеріңіз.
Раз. Ага. Барша жайдарман сиыр қауым сәлеметсіздер ме? Ага. Даже я на русском, да? Скажу. Ага. КВН грандиозно проходит. Жайдарман, вот круто, классно, ватыр бізге. Ага. Біздің Денисовка ауданында жайдарманға ақша бөліп атырық. Ага. Бөлеміз, тағы еще көп бөлеміз. Ага. Есен аға, үлкен рахмет сізге, да? Здоровья. Ага. Жайдарманға процветание. Давай жігіттер, как вы, айырындар, да? Ага. Давайте с Богом, я пошел. Рахмет. Құрметті достар, біздің Денисовкадағы ниетіміз түзу болғаннан кейін амалымыз да оннан келе жатыр. Сол сияқты жайдармандағы да жолымыз сәтті болса екен дейміз. Сіздермен бірге болған Денисовка, типа Мясровка деген сияқты ғой. Сені қалай сүйемін деп алдаймын, сені мен дәруменім деп қабылдаймын. Денисовка құрамасы Денисов аудандық мәдениет үйіне өз алғыстарын білдіреді. Кентау және Денисовка құрамалары сахнаға. Рахмет, 6-шы жұп бойынша қорытынды. Қорытынды. Енді 99-дағы ағалары маза беретін шығар. 2-1 Кентау. Тамаша, Кентау құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Денисовка командасына келесі маусымда сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, қалай шаршап қалған жоқсыздар ма? Бір оянайықшы, бір сергіп алайықшы, бір 10 секунд анандай шапалақ соғайықшы, бір Денисовкада естілетініне қошемет ұрайықшы. Жайдарман! Тамаша, қазір енді тамаша бір жұптың куәсі боламыз. Аруларымыздан құралған қос бірде 2 команда жекпе-жек форматында сайысқа түсетін болады. Алғашқы болып бастайтын жергілікті команда Астана қаласының арулары. Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті. Сахнада Айдай командасы. Негізі қыздар жайдарман ойнау үшін не әдебиетті жақсы білу керек, не жігітті тастап кету керек. Алдарыңызға комбо болып келді. Сәлем Қазақстан! Арманың айдай алтын тұғыр, жеткізер ме майда қыбыр-қыбыр. Біз Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінен келдік. Біздің университеттен әйгілі эстрада жұлдыздары ағайынды жүгіністе шыққан. Сосын маңызды шешімдер қабылдайтын билік өкілі бір министр шыққан екен. Дені дұрыс, жайдарман ойнайтын 4 қыз шықпапты да. Қыздар, кеше мен бір коллектормен таныстым. Қойш? 5 минут сайын хабарласып, мазаны алып қоймай қойды. Не істедің? Танысып, сөйлесіп, ақыр аяғы жүріп кеттім. Қазір тіпті жақсы займды өстілеп отыр. Қыздар, оны қойындаршы. Кеше коучтың курсынан кейін тамақ жасағам ғой. Жуа нағыз абьюзер екен. Жылатты да тастап кетті. Картошка сырттай жаман көрінгенмен ашылған соң тап-таза әп-әдем болып көрсетеді өзін. Жұмыртқа болса нағыз тиран. Басында ұрып аласын. Сосын дым болмағандай тәп-тәтті қылып көрсет өзін. Тоқтар, сен қандай тамақ істедің өзі? Білмеймін, тойдым уже бәрінен. Жалғыз гүл бар арасында гүлімнің, жалғыз із бір теремінде жүректің. Ысырап қылдырмайсың. Мына капуста қаяқтан шықты? Ол болсын, не болды маған тиісіп? Бір салмақ тәсілдерін жоқ па? Салмағын қанша өзінің? 128. 128 гигабайтсың ба не? Қалай жинады ана салмақты? Күніне 1 килограммнан қосып, сөйтіп жылына 128 болды да? Мынау математикаға да нөл ғой. Ол болсын, темекі беріңдерші. Шекпейміз. Мен сендер шегесіңдер ме, шекпейсіңдер де сұраған жоқпын. Бар ма, жоқ па? Жоқ. Бақнұр, жаралы сезімнен кейін де жақсы кинолар шыққан жоқ па? Саған киноны тілмен сөйлейін деп айттым ба? Жоқ. Попал плати. Ол болсын, тиісе бермеш, оған командамыздың білдей бір еркек емес па? Мынау пілдей ғой. Сағыныш болып күн сайын келесің көздің алдына, екі жаққа екеуміз кетерміз енді нетерміз, бақытқа бәлкім жетерміз, өкініп мүмкін өтерміз.
маған бұлдыр елеске, біздің махаббат емес пе, сезімнің сұлу сырларын сақта сен мәңгі есте. Ертегі мұң бұрдан бекесің, ай мекін бекесің, жұлдыздайсың ойға мұжақтағыңнан. Әлде гүл бекесің, әлде нұр бекесің, қанша емсің аңсап жүрек сағыңнан. Қыздар, ойын сонда мен арманым бар. Қандай? Мен әкем сияқты чемпион болғым келеді. Әкем чемпион ба не? Жоқ, ол да армандап жүр. Алдарыңызда өнер көрсеткен астаналық Айдай қыздар құрамасы. Рахмет, Қазақстан. Айдай құрамасы Құралбек Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университетінің президенті Ернұр Құлажановқа өз алғыстарын білдіреді. Және Айдай командасының қарсыласы 1-32 финалдық сайыстарда ерекше көзге түскен топтардың бірі және бірегейі Қарағанды қаласынан келіп отырған аруларымыз Тфа командасы. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Алдарыңызда моля дейтін емес, мөлдір дейтін қыздарың зек қалды. Сәлем берді кел орда. Құрметті көрермендер, мына бізді қайдан келді деп отырған шығарсыздар. Біз ауылдан келдік. Ауылдағы мен деген келіншектеріміз. Керек десеңіздер, ауылдағы құрмет тақтасына да іліп қойған ғой бізді. Құрмет тақтасы дейді ғой. Құрмет тақтасын екеу істе қойған жоқсыңдар ма сендер? Құрмет тақтасы емес, қораның темір қабырғасы ғой ол. Ей, бейшара борларың жоқ, избөскімен жазған жоқсыңдар ма соны? Дилназ, ау Дилназ, бергесей? Не болды? Кеше көрдің ба ана паркте келіншекті? Ана мороженое сататын тәтемен 500 теңгенің мороженыйын 100 теңгеге түсіріп берді, бәле қалған жоқ па? Көрдің сол парк жолатын не керек десе шиятай, сол кім? Кім сол? Мен ғой ол. Сен ба? Дұрыс, саудаласу керек ше. Оларға бере берсен ала береді. Гүлбаршын қосе қайбаттауды. Бұл өзіне қарамай ма? Мен анау ойбай саудаласу сүннет қой деп ана елдің бәріне прикол ұстап жай беретсе берді, бермесе қойды деп жүрген ғой. Мынау адамның позорын шығарып, 5 балам бар, тегін бер деп жүрген жоқ па? Сол ғой. Қыздармен бір байқаған ше, қаланың қыздары бейтеп тұрып ақшаларын санайды. Біз ше, бейтеп мұрын боғым шығып домалатып тұрамыз ғой. Қыздар, бір байқағаным? Байқай береді екенсіңдер. Қаланың қыздары пиво, виски, вино шеді екен. Біз ше ауылдың қыздары айран, сүт, қымыз, пиво, виски, вино шеміз ғой. Бірінші ақтан бастайды екенсің Гүлбаршын? Қаланың қыздары сендер үшін романтика, жігіттермен ресторанға бару болса, біз үшін романтика жігітімізбен мотоциклмен қырға шығу, мотоциклмен қой бағу, мотоциклмен сиыр айдау ғой. Дилназ, сен мотоцикліңсің, романтикаңда бітейін деп тұр екен ғой, Міне қаланың қыздар сендер анау жігіттердің артынан жүгірсеңдер, біз таңертең тұрып сиырдың артынан жүгіреміз. Нуразница жоқ, Қыздарына жамандаған емес, Құдай өзгеріп тұр, ішіме сыймай өзегімді өртеп бара жатыр. Айтам. Не болды? Мына қаланың қыздарын әдемі дейді. Әрине әдемі болар. Қалада салонда, неше түрлі салондарға барады. Біз ше ауылда өз жалғыз парикмахерскийді кеше Сәуле деген келіншек ашты. Мына соған шашымды мына бәле істетейін деп бармайын ба? Мына қара масқара болды. Сен де бардың ба не? Ертең тойға бара, қалай барамыз? Қара бет болды ғой. Мен де бардым ғой. Шынды қыз.
Екеуің Шакира болып тұрсыңдар на. Өлә Чебурашка барашка болдыңдар. Не болды қыздар нау? Sözüne sönbeysin, şanlı ördeysin, көңілде өрлейсің, қара көзім, теңізде мөлдірсің, ертегі қорқысың, қызығы бітпесін, мұңды түннің. Қаладан әр нәрсені көріп алып, осылай мазан алатын женшелеріміз болған шығар. Молодец, қаттар! Давай, давай! Вдох, выдох, вдох, выдох. Қарын, 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 қарын. Ей, Лаура, қойсай ауылдың әкімі ғой. Тем более арықтау керек қой саған. Лейла, Лейла, қалқамай, кеші сәуле, еркемай, сағыныш болды, сені маған, бақытты гүлдей жайнаған. Рахмет, сөз соңында. Қыздар, сиыр сауат мықты болды, қайтек. Сіздермен бірге болған Тва-Тва құрамасы. Жайлауда кездескенше. Қыздар-ай, қиылған қасың қандай, ашын түс алмам оян, өнереген қалқамай. Қыздар-ай, қиылған қасың қандай, ашын түс алмам оян, өнереген қалқамай. Тва-Тва командасы залда қошемет соғып отырған көрермендерге, сіздерге үлкен алғыстарын білдіреді. Рахмет. Сонымен соңғы жұптың қос бірде екі командасын ортаға шақырамыз. Айдай және Тва-Тва топтары сахнаға. Рахмет, Айдайға өткен сайыста мүмкіндік беріп едік. Енді өз қолдарыңызда болды. 3-0, Тва-Тва. Тамаша, қарағандылық аруларымызды келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Жайдарман достық мекені. Қымбатты көрермен, биыл Жайдарман ойындарына кино маусымы, биылғы жылғы маусымымыздың бас серіктесі Freedom Ticketon, Freedom Super App мобильді қосымшасын жүктеп алып, афиша бөліміне кірсеңіздер, кино спорттық ойындардың билеттерін 19%-ға дейінгі жеңілдік кэшбэкпен сатып ала аласыздар. Freedom Ticketon сіздердің жарқын әсерлеріңіздің афишасы. Қымбатты көрермендер, Жайдарман апталығы өз жалғасын табуда. Күні кеше бала Жайдарман Junior сайыстары өткен болса, бүгін Қазақстан Кап чемпионатының 1-16 финалы, ал күні ертең 30 сәуір күні бейбітшілік және келісім сарайында баршаңызды Жайдарман жоғары лига ойындарының қатысушыларымен өтетін сағат 15:30-да Жайдарман Travel жобасын көруге шақырамыз, және кешкі сағат 18:00-20:00-де Жайдарман топ жоғары лига ойындарының 3-ші кезеңінің 2 ойыны өтеді. Баршаңызды тартысты ойынның куәсі болуға шақырамыз. Ол ойынды да жаман емес жүргізуші жүргізеді, келіп көріңіздер. Сонымен биыл осы ойынды алғашқы шығарылымды аяқтайтын 8-ші жұптың қос бірдей тамаша топтары алғашқы болып бастайтын Алматы қаласынан келіп отырған Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлердің әскери институты жұлдызды курсанттар. Қыздарына қарағанда аяқ киімдеріне қатты көңіл бөлетін әскери құрама. Кеш жарық Астана! Ай жігіттер, Қазақстан Кап! Біреуге Жайдарман, біреуге Қазақстан Кап, біреуге демалыс, біреуге увольнение, біреуге әке, біреуге шеше болған. Алла берген жарқылдаған үнім бар. Қарап тұрсам бірің шекер бірің бал. Ойын бастауға рұқсат сұрап тұретін, рұқсат болса бір шапалақ ұрыңдар. Нұрдәулет, сен осы увольнениеге шығып, той жүрген жоқсын ба осы? Жігіттер, негізі кеше бұны шәкет етіп жүргенде де байқағам. Тұрды да жақсылыққа жиылған, шеттерінен мейірбан, дархандығы даладай, аңқаулығы баладай деп бірдеңе айтып тұрған. Ай, осы сен де басқа жүрсің ау. Жігіттер, естіп жатсыңдар ма?
қазіргі камералар мынау ремендерді түсіретін болыпты ғой. Одан кейін мынау телефондарды да түсіріп жатыр екен олар. Байқадыңдар ма жігіттер? Қазіргі жандар осы біздің әскерлердің жарғысына ұқсап келе жатқан жоқ та. Бұлай кете беретін болса, ертең ана окантовка алмаған түсіретін болады. Одан кейін ана сақал мұртын алмаған түсіретін болады. Сөйтіп ана аяқ киім тазаланмағанына шын түсіретін жасайтын сияқты солар. Қазір көп адам әскерге бармағаннан кейін бұлар Қазақстанда әскер қылайын деп отқан сияқты. Ендеше беттеріне крем жаққанға қарағанда аяқтарына крем жаққанды жөн көретін жұлдыз курсанттар, кеттік! Recién me conoció, me lo entregó por la fama. En lo oscuro que tu novio no te vea. Mírala cómo mueve las tapas. A los malos no busca la DEA. Саулықтарыңыз тілейін байтақ елдің тұрғындары. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқитын қыздардың жатақханасының алдында болған жағдай. О, қыздар! Вау, жігіттер! Түнгі казарма. Ұйықтамай жатқан курсанттар. Сендер немнен микрофондарыңды қоспағасыңдар ма? Түнгі сағат 12 немнен казарманы бастарыңа көтеріп, ұйқыға жат! Сонымен көреміз, біздің құраманы командир Жайдарманға шығарып салуы. Тек тұр! Еркін тұр! Сендер Жайдарманға дайынсыңдар ма? Жалпы Жайдарман деген не ол түсіндірші маған? Жайдарман деген өткенде біз маусым ашарға бардық. Одан кейін 1-32, 1-16. Маған әскери терминмен түсіндіріп берші. Командир ол жалпы былай. Мынау маусым ашар, арада үзіліс болды. 1-32, 1-16, 1-8, ширек финал. Финалға кет қаппын ғой мен командир. Жарай, Жайдарманды түсіндік ал. Жайдарманға немен барасыңдар сендер өзі? Командир, біз пойызбен барамыз. Болмайды бұл сендердікі. Бұл пойызбен сендер жете алмайсыңдар. Одан да өзіміздің әскери тікұшақ вертолетпен бармайсыңдар ма? Жарайды онда вертолетпен барайық. Командир, мен сыймай қалдым ғой. Сен сыймасаң сыймайға. Құрметті көрермендер, келесі кезеңде кездескенше. Бауыржан әлиядаймын, солардан қап қойған жанядаймын. Рахмет. Құрметті көрермендер, біле білсеңіздер, бүгінгі біздің ойынымызда қаздар алқасы болып, Жайдарман президентінің өзі келіп отыр. Осылай біздің Жайдарманда өнер көрсетіп жатқанымыз осы президентіміздің арқасында. Көк туымыз аспанда желбіреп жатқаны осы президентіміздің арқасында. Жігіттер, көршілес мемлекеттермен достық қарым-қатынас орнатып жатқан осы президентіміздің арқасында. Тоқташ, Ислам, сен қайсы президент туралы айтып жатсың? Есен аға туралы айтып жатырмын. Оның үстіне қай президентті айтсам да қателеспейтіндей қылып айттым ғой. Сөз соңында. Құрметті әскерге бармаған жігіттер, ауыр тиіп кетсе ренжімеңіздер. Бірақтан солай айту керек. 40 күндік әскерге бармаңыздар, әскери билет сатып алмаңыздар. Нағыз ер жігіт болсаңыздар, біз сияқты отанды әскерде қорғаңыздар. Сіздермен бірге болған Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Құрлық әскерлерінің әскери институты, Алматы қаласы, Батыр Бауыржандай ұрпақтары бар жұлдызды курсанттар Жайдарман тобы, отанның берік қорғаны. Рахмет!
курсанттар командасы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлердің әскери институт бастығы полковник Ербол Нұржановқа өз алғыстарын білдіреді. Сонымен жұлдызды курсанттардың қарсыласы Қарағанды қаласынан келіп отырған Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы ішкі істер құрамасы. Que hola gata, que hola omega, and this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Неменеге тұр мыналар? Ей, эстрада жұлдыздар ғой, әнші, футболист, осылар өнер көрсеткенде тұрамыз ғой бізде теріс қарап. Көрсін бұларды, сезінсін. Қайырлы кеш Астана! Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың сен. Құрметті достар, біз мент емеспіз. Айтпаңдар бізді олай. Ей? Мәди, оның несі ашуланатыны бар? Мен деген біле білсең жаман сөз емес. Мой. Единственный. Настоящий. Товарищ. Міне. Әрең жаптым ғой артымда, тыныш тұршы. Құрметті көрермендер, қазір Қарағандының полиция қызметкерлері гастрольдік сапарда жүр. 4 күн Шымкентте болдық. 3 күн Алматыда болдық. Қазір міне Астанадамыз. Құрметті басқа қалалар, 30-нан 7-сіне дейін боспыз, хабарласыңыздар. Құрметті көрермендер, біз ішкі істер министрлігіміз. Қазақстанда ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі деген бар. Біз сіздерге оны сіздердің тілдеріңізбен түсіндіріп берейік. Сен бала тағы ішіп келгесің ба? Байқамай ішіп қойып, бір жолға кешіріңізші. Жарайды, бір жолға кешірер. Ішкі істер министрлігі бұл. Бірақ айтпасам сен тағы ішейін деп тұрсың ғой, айтам ғой, әкесі. Ішкі істер министрлігі бұл. Құрметті достар, біз қаншалықты салмақты полиция қызметкерлері болсақ та, арасында дорама көреміз. Әсіресе казармада көрген дорама Туй, Мади! Сен маған вообще көңіл бөлмейсің! Тоқташ! Не мынау? Басыңдар ма сендер? Мади! Сен маған айтпай дорама көрсің ба не? Олай болса, өнер мен қызметті бірге алып жүрген полиция қызметкерлері. Айдай сенің жүзің, еріннің дәтті қылбынай. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Маған да сөз кезегі беріпті. Сонымен тамашалаймыз дәрігердің приемында болған оқиға. Прием қалай? Әдемі. Құрметті достар, тамашалаймыз 8 мамыр күні болған оқиға.
шеруді құрлық әскерлерінің курсанттары бастап келеді. Ендігі кезекте радиоэлектроника және байланыс инженерлік институтының курсанттары сап түзеуді жалғастырады. Біздің алдымызда ұлттық ұланның әскери бөлімшесі бастап келеді. Вообще керемет, парад болып жатыр ма, не болып жатыр? Жоқ, ана Нұрбектің баласы армияда келген ғой. Дейтіндей емес қой. Еңбегіңе сүйосың, ендегенмен күйосың, тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы, генералдық шенге жет қазақ полициясы, елің үшін еңбек ет қазақ полициясы. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің мақсатымыз жеңу емес. Біздің мақсатымыз халықтың полицияға деген көзқарасын өзгерту. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ішкі істер құрамасы. Рахмет, Астана. Өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмісең. Ішкі істер құрамасы Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының басшылық құрамына өз алғыстарын білдіреді. Жұлдызды курсанттар ішкі істер құрамасы сахнаға. Екі команда да өте жақсы, бірақ дегенмен басынан бастап аяғына шейін әдемілеп жеткізген, бір тонус ұстаған, 2-1 Қарағанды. Тамаша, ішкі істер құрамасын келесі кезеңге алған жолдамаларымен шын жүректен құттықтаймыз. Және де бүгінгі сайысқа түскен барша топтарды көрермендеріміздің қошеметіне бөліне отыра сахна төріне шақырамыз. Командалар сахнаға. Қымбат көрермендер, 1-16 финалдық сайыстарының алғашқы шығарылымы 8 жұп өзара сайысқа түсіп, тікелей жолдама алған 7 команда бар әзірге. Бір топта пауза болды. Екінші шығарылымнан кейін барша топтарды бірге анықтайтын боламыз. Әзірге бүгінгі ойын туралы Қазылар алқасының пікірі. Нұрсұлтан Төребеков. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Барлығы жақсы болды, рахмет. Маған ұнады, бірақ жігіттер бір чупа-чупсты ауыздан ауызға салу деген ол болмайтын нәрсе. Рахмет. Просто кезінде Нұрсұлтан сөйтіп енді басылды. Сырым олай істеген жоқ мысалы. Біз олай істеген жоқпыз, бірақ бір микрофонды үстіп қолдан қолға жіберіп жүрміз. Армысыздар, ойын ұнады, үлкен рахмет. Әсіресе соңғы жұптан бір погонда болашақ, енді алдағы уақытта погон киетін жұптар болғандықтан, погон киетін жұп деген қалай кетті. Сіздерден көп нәрсе күтіп едім, бірақ КВШ өте жақсы болды. Маған қатты ұнадыңыздар. Және де қазір резервте бір жұп тұр ғой, Әуесқой Тараз бен Визави. Негізі қызықты жұп. Өте қатты күлгенім, Тараздың балалары өздері біледі ғой, жалпы не істеп жатқанын. Бірандай ортасында слом кетті де, актерлар деген жері өте қатты күлкілі болды. Мен үшін бүгін күлкілі әзілдеріңіз көп болсын алдағы уақытта. Және де тфә сіздерге үлкен рахмет. Есен Елеукен ағамыз. Ал командалар жалпы баршаңызға рахмет. Енді араға күн салып қайтадан сахна шығу, бұл сіздерге біраз жауапкершілікті артатын дүние. Жалпы осы Қазақстан каптың аяғына шейін жеткен топтар биылғы маусым ашарда біз көрдік. Жақсы өнер көрсетіп жатыр. Бұл сіздерге беріп жатқан жақсы мүмкіндік.
Енді кішкене алдыңғы ойындардан қарағанда қазір кішігірім тоқталып өтейік. Нектар сол деңгейде. Евромиксте бір деңгейде, Евромикс болашақта бір жақсы осы бағыттан танбаса бір жаңалығы бар командаға айналатыны сөзсіз. Меркурий былтырғы маусымдағыдай емес, балалар өсіп кетті ме, немесе басқа көңіл бөлетін зат пайда болды ма, өкінішті. Есте сақта бірінші ойындарын күшті болды, бірақ бүгін ол деңгейге жете алмадыңыздар. Теполистің ойыны жақсы, енді әзілдер көбірек болса. Казютуб әр ойын сайын өсіп келе жатыр, бағыты дұрыс. Енді сіздерге сол жаңағы Суперлига сабақ болған шығар, жақсылап жұмыс жасаңыздар. Әуесқойда ойын бар, бірақ бір жинақталу жоқ. Өкінішті бізде Тараздан бір әңгіме айтатын енді командалар шығып келе жатыр. Сіздер енді ағаларыңызға ұсақ кетпесеңіздер, алдыңғы толқын. Визавиде де ойын бар, бірақ визави алдыңғы ойынға қарағанда бүгінгі ойындарың нашар. Сосын ана бір кісіні шығарып, мұның үстін сызып, жалпы адам баласының қазір енді түрлі заң шығып жатыр ғой, адам баласының үстінен күлген кішкене дұрыс емес. Толыққа бірдеңеге. Негізі сендердің алдында ағаларың бар, жалпы әзіл дейтін ағаларың бар ғой. Кішкене дұрыстап ойнағандарың дұрыс. Қыздар, маусымашардағы ойын жоқ, Қостанайдың, оны өздеріңізге де айтқанбыз. Шекер бір қалыпты, өзгермесе қиын. Бұрын мына шеттен шығатын қызымыз да еді, қазір рэп айтатын қызға көшкелі, эксперимент әзір нашар болып жатыр. Кентау өскен, жаман емес, орта қалыптасып келе жатыр, бірақ көп жұмыс жасау керек. Жалпы Кентаудан шыққан театр таралымдары өте көп. Енді КВНнен шыққан, яғни Жайдарманнан шыққан сондай жақсы ойыншылардың командасы болған қалаймыз. Денисовка өткен ойынға жетпеді, жұмыс жасау керек. Айдай бар, бірақ әлі бір деңгейде. Тфа-тфа, ойындарыңыз өте әдемі, жақсы, бірақ қатты әсерлемей, нақты жұмыс жасауға тырысыңыздар. Актерлықтарың екі ойында да қатар болды, енді бір чоткі, нақты ойнауға тырыссаңыздар, өте жақсы болады. Жұлдызды курсанттар соңғы 3 блогы жақсы болды, бірақ дегенмен ішкі істерге кішкене жетпей қалды. Осылай өсесіңдер. Енді алдағы, қазір біз шешім шығарамыз, алдағы күзде мүмкін осы жарыста тоқтатқан командалардың арасында тағы да бір кубоктық ойындар солай жасайтын шығармыз. Себебі бір ойын ойнап, маусым бойы тоқтап қалған командалар қазір көп нәрседен қалып қояды. Барынша ойнаңыздар, барынша осы ортада жүріңіздер, бір жаңағы деңгейде жүрсеңіздер, уақыт өте келе, шынымен осындай бір мақсаттарыңыз болса, шынымен осы ойынға деген сүйіспеншіліктеріңіз болатын болса, онда нәтижеге қол жеткізесіздер. Бәріңді жақсы көрем, келе жатқан мереке құтты болсын, жігіттер. Тағы не айтайын? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Жайдарман жасасын. Тамаша, қымбатты көрермендер, қазір шамалы үзілістен кейін екінші шығарылымның ойыны басталады. Баршаңызды күтетін боламыз. Қазақстан Кап 1-16 финалдық сайыстары екінші шығарылымда жүздескенше, Жайдарманның жайдарлы сайыстарында көріскенше. Every day, every night, олар Жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды. Қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды.